Сәлем достар, бұл Скаврон арнасы. Қарапайым өмірде сіз су жабыспайтын материал сияқты біртүрлі нәрселерді естіген шығарсыз. Физикалық заңдарға бағынбайтын осы сияқты әлемде түрлі материалдар бар. Жер планетасы тіпті бүкіл әлем физикалық заңдар бойынша жұмыс істесе де, мына заттарды физика заңдарымен түсіндіру қиындау. Мысалға алғанда, сіз тиіп кетсе жарылатын ұнтақ, ауадан да жұмсақ нәрсе деген сияқты ғажайып заттарды естіп көрдіңіз бе? Бүгін Скаврон арнасында тырнақшада физикалық заңдарға бағынбайтын нәрселер туралы көретін боласыздар. Қазақ тіліндегі өте сапалы арна іздеп жүрсеңіз, маған қызық арнасын ұсынамын. Әлемде болып жатқан ең қызықты материалдарды әдемі тілмен жеткізетін бұл арна сізге міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Сілтемесі төменде болады. Нитинол. Нитинол негізінен ақштың теңіз артиллериялық лабораториясында ойлап табылған болатын. Титан ерітіндісі мен никель араласқан бұл зат біртүрлі қабілетке ие. Былайша айтқанда, бұл материалдың формасын жаттап алады, немесе формасына қайта келе алады. Қазіргі химияда оны интерметаллит ретінде қарастырады. Толығырақ мына видеодан түсіне аласыздар. Мысалға алғанда, нитинолдан жасалған скрепканы 40 градустан жоғары қыздырылған суға түзетіп тастап салсақ, ол бастапқы скрепка формасына қайтадан келеді. Былай алғанда, сіз оны 40 градус Цельсийге дейінгі температурада түзетіп түрлі формаларға келтіре аласыз. Ал бірақ 40 градус Цельсийден жоғары температурада ол бастапқы формасына қайтадан оралып кетеді. Қазіргі таңда нитинолды қай салада қолдануға болатыны жөнінде ойласып жатыр. Галлий. Галлий Менделеев кестесіндегі 13-ші топқа жататын элемент. Түсі сұр ақ болып келетін бұл металл өте жұмсақ келеді. Бұның ерекшелігі оның еру температурасында. Еру температурасы 29 градус Цельсийді құрайды. Яғни алақанға салған кезде бұл қатты металл жаймендеп еруін бастайды, кәдімгі балмұздақ сияқты. Егер галлийден жасалған қасықты қайнап тұрған суға салсақ, галлийдің ерекшелігін бірден байқай аласыздар. Галлийді ашқан француз ғалымы Эмиль Лекок галлий деген атауды өзінің туған жері Галлияға байланысты қойған. Қазіргі таңда галлийді медицинада, электроникада, лазерлер жасауда және ұялы телефондар жасау кезінде қолданады. Гидрофобиялық материалдар. Гидрофобиялық материалдар негізінен бұрынырақта тек лабораторияларда қолданылып келген болатын. Қазіргі таңда бұл материалдар адамдар арасында кең таралып кеткен. Жай ғана гидрофобты спрей немесе май сатып алып, киіміңізді немесе аяқ киімге сепсеңіз, киіміңіз су өткізбейтіндей болады. Негізінен бұл материалдар мұхит суларын тазартуда қолданылады. Әлемдік ластықтан ғалымдар дәл осы гидрофобты материалдар құтқаруы мүмкін деген болжамдарды айтуда. Қазіргі таңда әлеуметтік желілерден жарнамаланып жатқан гидрофобты киімдерді көп кезіктіре аласыз. Гидрогель. Гидрогель температураға немесе сұйықтыққа байланысты өз пішінін және салмағын көбейтетін материал. Қазіргі таңда өте көп сұранысқа ие, өйткені бұндай шариктерді AliExpress сияқты интернет дүкендерден сатып ала аласыздар. Гидрогельді өсімдіктерді суаруда көптеп қолданады. Орбис шариктері деген есіммен көп таралып кеткен бұл гидрогельді сатып алып, өзіңізде көптеген эксперименттер жасай аласыз. Триод, нитриді және күміс фульминаты. Ол материалды тасып жүрудің өзі қауіпті. Ол зат термодинамикалық күйде өте тұрақсыз. Кішкентай тиіп кетсеңіз, зат құлауды бастайды. Өйткені өте сезімтал. Бұл нәрсені кәдімгі магазиндерден немесе дәріханалардан сатып ала алмайсыз, өйткені өте қауіпті. Егер сатылатын болғанда, бұл зат сиқыршы иллюзионистер үшін таптырмас сый болар еді. Болмаса, бұл затты үйдегі жәндіктерге мина ретінде қолданса да болады. Сонымен біздің видеомыз соңына жетті. Егер ұнаса, лайк және тіркеліп кетіңіз. Маған қызық арнасын бағалап кетуді ұмытпаңыз.